Қайырлы күн достар. Бүгін біз етсіз өте дәмді котлет жасаймыз. Жасалу жолы өте оңай. Ол үшін ыдысымызға піскен гречка, картоп, пияз, жұмыртқа және дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Ары қарай 5-7 минуттай миксерлейміз. Егер де блендеріңіз болса, блендерлеген дұрыс болады. Болмаған жағдайда қолымызбен мыжып араластырамыз. Енді котлет дайындауға кірісеміз. Ол үшін алдымен қолымызды сулап алуымыз керек. Жабыспау үшін дөңгелек формаға келтіріп, сухариге аунатамыз. Ұнға аунатсаңыздар да болады. Мінекей соңына да келіп жеттік. Менде 30 штук котлет шықты. Енді қызып тұрған табамызға майымызды сәл молырақ қыламыз. Екі беті қызарғанша қуырып аламыз. Мінекей котлетіміз дайын болды. Гречкадан өте дәмді, балғын, қытырлақ міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, видео ұнаса, лайк басып, комментарийға пікір білдіре кетіңіз. Міндетті түрде келіңіз.